Етістіктің етіс деп аталатын түрі іс-әрекеттің істеушіге немесе затқа қатысын білдіреді. Мысалы, бесен белбеуін буынды, бесен қаптың аузын будырды. Бірінші сөйлемде іс-әрекет буынды, істеуші бесенге тікелей бағытталса, екінші сөйлемде іс-әрекеттің будырды басқа біреу арқылы істелгендігі білінеді. Аталған етістіктердің бір-бірінен мағыналық айырмашылықтары олардың өздік етіс буын және өзгелік етіс будыр деп аталатын түрлерінің арасындағы айырмашылық болып саналады. Етістің 4 түрі бар: өздік етіс, өзгелік етіс, ырықсыз етіс, ортақ етіс. Өздік етіс қимыл іс-әрекеттің істеушіге тікелей бағытталғандығын білдіреді. Мысалы, Болат суық суға жуынды, серік киімін киінді. Өздік етіс салт етістен емес, сабақты етістен жасалады. Сабақты етістен өздік етіс тудыратын ын жұрнағы арқылы жасалынады. Сөз соңында дауысты дыбыстан соң дауыссыз дыбыстан соң ын түрінде жалғанады. Етістіктің ырықсыз етіс түрі қолданылған сөйлемде істеуші арнайы айтылмайды, яғни кімнің істелгені көрсетілмейді де, не істелгені көрсетіледі. Мысалы, егін орылды, шөп жиналды, ет туралды, киім ілінді. Сабақты етістікке жалғанып, оны әрі салт етістікке айналдыратын, әрі ырықсыз етіс тудыратын жұрнақтар мыналар: эл, іл. Бұл жұрнақ сөз соңында дауысты дыбыстан соң эл, дауысыз дыбыстан соң іл түрінде жалғанады. Мысалы, турал, ет туралды, мақта терілді, еден жуылды. Екінші, ін. Бұл жұрнақ құрамында ыл дыбысы бар етістіктерге жалғанады. Ат тағаланды, егін салынды, тақтай ілінді. Іс-әрекеттің істің есі емес, бөгеде біреу арқылы істелетіндігін білдіретін етістің түрі өзгелік етіс деп аталады. Өзгелік етіс салт етістікпен де, сабақты етістікпен де жасала береді. Өзгелік етіс тудыратын жұрнақтар мыналар: дыр, тыр, тір, ір. Мысалы, жаздыр, бөлдір. Екінші, қыз, кіз, ғыз, гіз, айтқыз, тіккіз, жазғыз. Үшінші, тыңдат, шақырт. Өзгелік етістің жұрнақтарының бірінің үстіне бірі жалғана беруі мүмкін. Мысалы, бөлдірткіз, жинатқыз, аштыртқыз, өңдеттір, шақыртқыз. Іс-әрекетке іс иесінің біреуі емес, бірнешеуінің бірдей ортақ, бірдей қатысты екенін білдіретін етістің түрі ортақ етіс деп аталады. Ортақ етіс етістіктің түбіріне іс жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Бұл жұрнақ сабақты етістіктен де, салт етістен де ортақ етіс тудырады. Ортақ етіс жұрнағы етістің соңындағы дауысты дыбыстан соң с түрінде, дауыссыз дыбыстан соң іс түрінде жалғанады. Мысалы, сөйлес, біздер сөйлесіп отырмыз. Шегініс, бір адым кейін шегіністі.